Құрсаудағы қыз. Гүлжихан ханымның қайтыс болғанына 2 жыл уақыт өтеді. 2 жылдан кейін Көреғұл отбасында үлкен той болады. Яғни Музо үйленеді, Дүнду тұрмысқа шығады. Тойда барлығы көңілді, керемет болады. Ол тойға Налян да келеді. Тек Рафет мырзаның ғана көңіл күйі жоқ. Өйткені оның қасында оның сүйіктісі Гүлжихан ханым жоқ болатын. Селен мен Левенттің 2 егіз қызы болады, Дүню және Гүл. Олар Көреғұл отбасынан бөлек тұратын. Хайри өзі еңбектеніп, өзі армандаған ресторанын ашады, және сол ресторанның бастығы өзі еді. Ал Седаттың өмірінде көптеген өзгерістер пайда болады. Ол әкесі қалағандай ұл болып, компанияны басқарады. Оның бұлай өзгеруіне көп септігін тигізген Джавид мырза болатын. Анасы тірі болғанда Седаттан мақтан тұтар еді. Кешкі асқа Налян қалмайтын болды, ал Билур болса оған өкпелеп қалды. Өйткені Хайри Налянға звондап оның мазасын алған болатын. Налян қыздармен қоштасып шығады. Үйден шығып жатқанда Хафиш Налянға ақшадан қысылып жатқандықтарын айтады, ал оны Седат естіп қояды. Ал Хайри болса, Налянның Седаттың қасында көргеніне жын ұстап тұрады. Седат пен Налян екеуін 2 жыл бойы бір-бірін көрмеген. Бұлардың 2 жылдан кейінгі алғашқы кездесу еді. Хайри Налян үшін 2-ші Фариде болып шықты, яғни Фаридадан да жаман болып шықты. Бақытқа орай Хайри мен Налян бірге тұрмайтын еді. Музо мен Билур өте бақытты. Ал Түркан мен балалары осы уақытқа дейін Налянның үйінде тұрып келген еді. Түркан аспаздықтың сабағын оқып жүрді. Оның барлығы Налянның арқасында еді. Олар әпкелі сіңлі сияқты. Налян үйге келіп, қыздар мен Түрканға тойда болған суреттерді көрсете бастайды. Олардың өздерінің кішігірім өмірлері болды. Ал енді сериалға жаңадан Ләс қызы деген жаңа кейіпкер пайда болды. Ол Хайридің ресторанына құрбысымен бірге келеді. Ресторан жабық болғандықтан оны ешкім алдына қызмет көрсеткісі келмеді. Сол кезде ол қыз ресторанның барлығын лақтырып, шашып тастайды және қайтадан келетінін айтып кетеді. Ал ресторанға келген Хайри шашылған дүниелердің барлығын көріп, жыны кеп тұрады. Седат Налянды ойлап жүреді. Ал қыз қатты ашулы еді. Седат болса Налянға көмектескісі келіп, досына хабарласады. Рафет мырза Гүлжихан ханымның қабіріне келіп, өмірде болып жатқанын барлығын айтып баяндап береді. Билур мен Музо өте қатты бақытты. Бірақ олар Налянды көп уайымдай бастады. Бірақ ол Налянның өз шешімі еді. Кешкісін барлығы үстел басына жиналады, және Рафет мырза Билурға үйдің кілті мен машинаның кілтін ұсынады. Демек, Музо мен Билур Көреғұл отбасында сол үйде жеке жайда қалатын болып шешкен еді. Налян Хайри мен бірге кешкі асқа жиналды. Налянның баяғы Налян жоқ. Сол мезетте Седаттың досы Налянға звондап жұмыс ұсынады. Налян қатты қуанады. Хайри Налянды алып кетуге үйіне келеді. Екеуі ресторанға келіп, кешкі ас жеді. Кешкі ас басында Налян Седаттың досы жұмыс ұсынғанын айтады. Ал Хайри болса бірден отказ бер, яғни керек емес деп айтады. Налян болса SMS арқылы Седаттың досына амал жоқ, кезет жұмыстан бас тартқан туралы жазып отырады. Налян өзін Хайридің қасында өте бақытсыз екенін сезді. Ал Ләс Киза болса Хайридің ресторанына қарай құрбысымен бірге бет алды. Ресторанға келіп, тағы да айқай-шу шығара бастайды. Билур өзінің жаңа үйінде жаңа түн түнемекші, ал Рафет мырза болса оған тәттілер ұсынды. Седатқа досы хабарласып, Налян жұмыстан бас тартқанын айтады, және оны кім олай істеуге мәжбүрлеген Седат жақсы білетін еді. Түркан Хайри туралы қорқынышты түс көреді. Тұра салысымен Налянға хабарласады. Ал Налян болса оны сабырға шақырып, екеуі қазір ғана кешкі ас ішіп келгендігін айтады. Седат өзін кінәлай бастайды, яғни Хайри мен Налянның екеуі бірге екеніне өзін кінәлады.
Айқайдан кейін ресторанда отырған адамдардың барлығы рестораннан жаймен кете бастайды. Сол кезде Хайри келіп араласады. Ол Ләскизамен бетпе-бет келеді. Екеуі бір-бірін ұнатып, таныса бастайды. Хайри Ләскизамен сол күн-ақ бірге болады. Ал Тюркан болса, Хайридің бір нәрсе бүлдіріп жүргенін сезеді. Ләскиза Хайриге ғашық бола бастайды. Налян да Хайридің бір нәрсе бүлдіріп жүргенін сезе бастады. Хайри өзінің жаңа тапқан қызымен бақытты. Налян оған қызық емес болды. Налян күнде кешкісін жалғыз қалатын болды, және Тюркан оған жаны ашып, оның тағы біреу пайда болды деп Налянға айтады. Хайри Ләскизамен өте бақытты еді, және ол Налянды емес Ләскизаны таңдады. Налян Хайриді Ләскизамен бірге көріп қояды, және Налян Хайриге менен аулақ жүр деп айтады. Ары қарай не болғанын білгіңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.